Сәлеметсіздер ме? Нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды жазбаша көбейту. Бүгінгі сабақта нөлдермен аяқталатын сандарды көбейту алгоритмін қолдануды үйренеміз. Нөлдермен аяқталатын сандарды жазбаша көбейткенде нөлдерді есепке алмай алдымен сандарды көбейтіп шығамыз. Содан кейін екі көбейткіште қанша нөл болса, сонша нөлді шыққан санның соңына тіркеп жазу керек. Мысалы, 3660-ға көбейту үшін 3660-ға көбейту деп осылайша жазамыз. Санның астына сан жазамыз. Енді 36-ны 6-ға көбейтеміз. 6 жердегі 6, 36. 6-сын жазамыз. 3-і ойда, солай ма? 6 жердегі 3-ім 18, 18-ге 3 қосамыз, 21, 216 шықты. Оған 3 нөлді тіркейміз. Неліктен 3 нөл? Өйткені 3600-дің 2 нөлі бар, 60-тың 1 нөлі бар. Көбейткен кезде, қосқан кезде 3 нөл болды. Мінеки осылайша орындаймыз. Сандарын көбейтіп шығамызда, қанша нөл болса, екеуінде көбейткіштерде сонша нөлді тіркеп жазамыз. Барлық көбейту осылайша орындалады. Үлгіге қарай отырыңыздар. 790-ды 900-ге көбейту үшін бағандап жазып аламыз. 79-ды 9-ға көбейтіп шығамында, одан соң шыққан санға 3 нөлді тіркеймін. 28000-ді 700-ге көбейткен кезде де осылайша жазамыз. Түсінікті ме? Ал енді оқулықтағы тапсырмада былай айтылады. Есептеулерді ретімен орындауымыз керек. Әр бағандағы өрнектердің мәндерінің қосындысын табуымыз керек. Сонда ұлы жібек жолы өткен жерлерде саудадан басқа тағы не дамығанын білетін боласыңдар дейді. Мысалы, 650-ді 10-ға көбейткен кезде 6500, 310-ды 200-ге көбейтеміз. Осылайша барлық көбейткіштерді көбейтіп шығамыз да, одан соң қосындысын табамыз. 94240 шықты. Бұл дегеніміз мәдениет дамыған екен. Ұлы жібек жолы өткен жерлерде мәдениет те дамыған екен. Екінші бағанды өз бетіңізбен шығарып, қарулану ма, әлде дипломатия ма, қайсысы дамыған екен, соны анықтай қойыңыздар. Екінші тәсіл бұл бүгінгі сабақтың, екінші есеп бұл бүгінгі сабақтың түсіндірілуі. Төмендегі ережені жаттап алсаңыздар да болады. Үшінші есепті үлгіге қарай отырып шығарыңыздар. Бірінші, екінші бағанды орындап көрсеттім. Осылай шығарамыз. Ал кешегі өткен тақырып бойынша тиімді тәсілмен есептеуді түсіндіруіміз керек. Мысалы, 630-ды бөлуім керек 3 пен 3-тің көбейтіндісіне. Бұл жерде тиімді тәсіл 3-ті 3-ке көбейту 9. Екіншісінде 300-ді алдымен 3-ке бөліп алып, одан соң шыққан санды 25-ке бөлген бізге ыңғайлы. Осылайша тиімді тәсілді табамыз. Үшінші бағанды өз бетіңізбен орындаңыздар. Бесінші есептің А бөлігіне қарайық. Түйелер керуені шөл далада 3400 метр сағат орташа жылдамдықпен қозғалады. Егер осы жылдамдық сақталатын болса, керуен 10 сағат ішінде қандай арақашықтықты жүріп өтеді? Балалар, біз арақашықтық, уақыт, жылдамдыққа байланысты есептеуді білеміз. Бұл жерде 3400 бұл жылдамдық, 10 сағат уақыт. Біз қашықтықты табуымыз керек. Қашықтықты табу үшін біз жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Яғни 3400-ді 10-ға көбейтеміз. Сонда қанша қашықтықты жүріп өткендігі белгілі болады. Түйе алып жүретін жүктің массасы Ә бөлігі. Түйе алып жүретін жүктің массасы шамамен 200 кг. Әрқайсысы 10 түйеден тұратын 3 керуен қанша мөлшерде жүк тасымалдай алады дейді. Бұл кішкене басқаша есеп. Қарайық. Алдымен 10-ды 200-ге көбейтеміз. Яғни бұл бір керуеннің қанша килограмм жүкті тасымалдай алатындығы.
яғни 2000 килограмм шықты. 2000-ді 3-ке көйтсек, 3 керуен 6000 килограмм жүк тасымалдай алады екен. Б бөлігінде де түйе 200 килограмм жүк көтере алады. 2 тонна жүк тасу үшін неше түйе қажет дейді. Бұл жерде біз тоннаны килограммға айналдырып аламыз. 2 тонна дегеніміз 2000 килограмм. Және 2000-ді 200-ге бөлеміз. Демек, 10 түйе қажет екен. 2 тоннаны көтеру үшін 10 түйе қажет. Бұл жерде 4 теңдеу берілген, біз түбірлері бірдей теңдеулерді табуымыз керек. Ол үшін теңдеулерге назар аударайық. Бірінші теңдеу x азайту 80-нің, x пен 80-нің айырмасын 40-қа бөлуіміз керек, сонда 640 шықты. Енді дәл осыған ұқсайтын бізде x азайту 80 тең 640-тың 40-қа көбейтіндісі деген бар. Мына екі теңдеу бір-біріне мәндес болады. Түбірлес, яғни түбірлері бірдей болады. Неліктен? Өйткені 40 мына жерге барған кезде көбейту болып барады, көрдік па? Біз шығарып көрсетейік. Теңдеуді x азайту 80 деп астына тағы жазамыз. 640 бөлу 40. Көрдіңіздер ме? Мына екі теңдеу тең болып шықты. Демек, олардың түбірлері де тең болады. Осылайша қалған екі теңдеуді де тексеріп шыға қойыңыздар. Ал енді бұл шамаларға байланысты есепті өз бетімізбен шығарайық. 25 километр 500 метр дегеніміз неше метр, неше дециметр болады екен. Ол үшін бізге әрине өлшем бірліктері қажет. Оны балалар дәптердің сыртындағы өлшем бірліктері көрсетілген көрсеткіштен де қарауға болады екен. Номер 8. Мәтін бойынша есеп құрастыруымыз керек. Түйе өз салмағының жартысына тең жүкті көтере алады. Ең мықтылары шамамен өз салмағына тең 600 килограмм жүкті көтеруге мүмкіндігі бар дейді. Бірақ 600 килограммды, яғни өзінің салмағындай жүкті кез келген түйе көтере алмайды. Оны мықтылардың да мықтысы, ең мықты деген түйе көтере алады. Енді осы жерден біз сұрақ құрастырайық. Сонда түйе қанша килограмм жүкті көтере алады дейік. Сонда оның салмағы орташа 600 килограмм болса, ол оның жартысын көтере алады. Демек, 600-ді 2-ке бөлеміз. Сонда 300 килограммдай жүк көтере алады екен. Бір адамға автобусқа барып қайтқан үшін 4300 теңгеге билет сатып алған болса, қонақ үйге күніне 6000 теңгеден 3 күнге төлесе, 2000 теңгеден 3 экскурсияға баратын болса, 5 саяхатшы қанша ақша жұмсайды дейді. Алдымен біз бір саяхатшыныкін тауып аламыз да, сосын оны 5-ке көбейтеміз. Кәнекей бірге есептейік. Алдымен 6000-ды 3-ке көбейтеміз. Яғни, қонақ үйге 3 күнге 18000 теңге кетеді. 2000-ді 3-ке көбейткенде 6000 теңге. Яғни, экскурсияға бір адамға 6000 теңге кетеді. Енді 18000, яғни қонақ үйге және экскурсияға және автобуспен барып қайтқан үшін 4300 теңге кетеді ғой. Соның барлығын қосамыз, 28300 шығады. Бұл бір адамға. Енді 28300-ді 5-ке көйткенде, сонда 5 саяхатшыға 141500 теңге кетеді екен. Мінеке осылайша шығарамыз. 2 керуенде 26 түйе болды. Бірінші керуенге тағы 6 түйе, ал екіншісіне тағы 8 түйе қосқанда керуендегі түйелер саны теңесті. Бастапқыда әр керуенде қанша түйеден болған дейді. Балалар, алдымен 26-ға қосамыз 6-ны және 8-ді қосамыз. 40 шығады. 40-ты 2-ге бөлеміз. Бұл бірінші керуенде де 20, екінші керуенде де 20 шығады. 20
түйеден болады. Сонда 20-дан 6-ны азайтсақ, бастапқыда бірінші керуенде 14 түйе болған. 20-дан 8-ді азайтсақ, бастапқыда екінші керуенде 12 түйеден болғандығы шығады. Үй тапсырмасы 710-ды мысалы 300-ге көбейтуіміз керек. Бірақ та бағандап орындаймыз. Түсінікті ме? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.